ет жемейміз, сорпа ішпейміз. Артына қарасаңыз, сізде тұлым бар екен. Иә. Бұл не үшін? Мынау деген Тәңірдің аяғы. Мәссаған ағамыз міне кірді де бірден жата кетті. Бұл Ганга өзені. Біздің жанұямызда шетелге тұрмысқа шыққан адам жоқ әлі. Мен бірінші болып отырмын. Мұнан үшін кәдімгідей үй ғой. Сыртынан қарасаң бір лашық сияқты. Бұл жақта біздегі сияқты тойда тілек, тост айтпайды. Мен қабылдаған жоқпын әрине, өйткені менің дінім ислам. Ассалаумағалейкум достар. Мен Үндістан мен Бангладештің шекарасындағы Майяпур деген жердемін. Бұл жерде де қазақтар тұрады. Жердің түбі десе де болады. Қазақтар бұл жерде немен айналысады, қалай өмір сүреді. Жалпы Үндістандағы қазақтар барлығын бүгінгі шығарылымнан көресіздер. Алдымен тарихқа назар аударайық. 1864 жылы патшалық Ресей мен Қытай империясы арасында шәуешек келісімі болады. Құжат бойынша қазақ жерінің бір бөлігін патша үкіметі, екінші бөлігін Цин империясы бөліп алады. Әрине, кейін қазақ ұлт-азаттық көтеріліске шығады. Екі ел де оны күшпен басады. Осы ретте Қытайдың ұлттық езгісіне шыдамаған 5000 қазақ Тибет арқылы Үндістанға қоныс аудармақ болады. Ол көшті Бөкей батыр бастайды, бірақ соңы сәтсіздікке ұшырады. Жол бойында оларды қырып тастайды. Өлімнен құтылған бірен-саран қазақ әлі күнге дейін Тибетте өмір сүріп жатыр деген ақпарат бар. Шығыс Түркістандағы қазақтардың екінші көші 1930-1940 жылдары болды. Бұл жолы Тибет Гималайдан асып, жол бойында соғыстан, аурудан қырылады. 1200 қазақ әрең дегенде Үндістанға жетіп, Пхопал қаласында орналасады. Үндістанның өзінде жаңағындай жағдай өзінің халқын қалай дейміз, қамтамасыз ете алмай жатқан сондай бір алма-төкпе заманда қазақтардың сол жерге келіп сіңуінің өзі бір кәдімгідей ерлік қой. Енді бірен-саран адамдар сол жерге сіңіп өз істерін ашқан, негізінен тері өңдеуменен айналысқан деген сондай ақпараттар бар. Миллиардтың ішінде ұлттығын сақтау қиын. Қазір Үндістанның Кашмир аймағында қазақтар бар деген ақпарат бар. Оларды мен іздедім, бірақ таба алмадым. Дегенмен Үндістанда тұрып жатқан өзге де бауырларымыз бар. Ет жемейміз, сорпа ішпейміз, қара шай ішпейміз. Неге? Енді жанды өлтіреді ғой, енді это убийство. Ет жейтін адам, ол духовные знания нені дұрыстап түсіне алмайды. Түсіне алмайды, да. Потому что вот эта грязная энергия, она не пускает. А вы сами заметили же, кто вегетарианцы, например, они более радостные, веселые, жизнерадостные, отличаются все равно. Ет жемейтін қазақты бірінші рет көріп тұрмын, осында ем. Қойшы! Күнде қанша уақыт тамақ бересіз Құдайға? У меня 2 раза. Мынандай туласи деген жапырақтан обязательно салу керек. Неге саласың? Без него Господь не принимает. Читание Ватранам Карунчандра Дайны. Чаран Сиваям Прабхупадан Вардине. Тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Сол себептен үйім біраз енді 2 бөлмелі үй деп саналады. Кейбіреулер 1 бөлмелі дейді. Енді мынау бөлме кішкентай. Осы бөлмеде мен ұйықтаймын. Айына 80 000 шығады. Және де оған қоса енді мен свет, су деген нәрселер төлеймін. Үстелімді қойып, жерге отырып ішемін. Бірақ та ішудің алдында менің оны алтар дейді, онда орысша. Біріншіден мен алтарға қоямын. Және де рахметімді айтып, осы тамақтарым бар, бүкілім бар деп бірінші Тәңірге беремін, одан кейін ғана ішемін. Сонда сіз мұсылман емессіз? Енді мұсылман деген аударманы алатын болсақ, қалай оны мен Алланың құлымын деп айтсақ та болады. Сондықтан да ол жағынан қарастыратын болсақ, мен мұсылманмын. Бірақ та жаңағы намаз оқу деген менде жоқ, мен басқа традициядамын. Иә, сол жаңа
үйіңізді ғана көрдік қой. Немене бұрышта алтарь. алтарь. Олардың барлығы құдайлар болып саналады, иә? Барлығы емес, ол жерде бір ғана құдай болды, басқалар ол рухани ұстаздар болады. Сол рухани ұстаздарды қоямыз, себебі олар Тәңірге деген жақынырақ болады бізге қарағанда. Поэтому егерде біз оларға құрмет көрсететін болсақ, біз де олар сияқты Аллаға жақындай аламыз деп сенеміз. Бұл ким аты Доти. Доти? Да, Доти. Үстінде көйлек. Курта. Курта деп аталады. Иә. Және мен сіздің шаш қоюыңыз ерекшелігін байқадым. Артына қарасаңыз, сізде толым бар екен. Иә. Бұл не үшін? Санскритта шика. А қазақша айдар. В нашей культуре считается, что вот эта косичка, она соединяет человека с высшими. То есть человек вот так или иначе связан с космосом, но с помощью этой косички он соединяется с высшей, с духовной энергией, с Кудайдом, ее связь. Ұзын сонар кезек. Бұлардың барлығы құлшылық қылушылар. Таңғы сағат 4 қазір. Ри, Рама. И говорится, что желательно минимально повторять 16 кругов. Один круг, мы повторяем на таких четках, он состоит из 108 бусинок. Таспих сияқты екен, иә? Я таспих. Иә. И вот один на этих четках 108 бусинок. 108 это в Индии священное число. Мәссаған ағамыз міне кірді де бірден жата кетті. Барлығымыз өлеміз, ерте ме кеш пе. Енді сіз өз денеңіздің жағып жүргенін қалар ма едіңіз, әлде қазақтар сияқты Обязательно сжигать, и обязательно. Это однозначно. жағып жүргенін қалайсыз? Сол дұрыс, иә. Енді Қазақстанда жер көп қой, но тем не менее үлкен қаларда уже жер жоқ, жерлейтін. Адам өлгеннен кейін бәрібір мына дене переходит земля, вода, распадается все. Понимаешь, слизь, это все жерге кетеді. Ана могилада адам жатқан жоқ, там это просто материя, которая осталась. Бұл Ганга өзені. Енді білесіздер, түрлі роликтер осы жерде адамдар өлген мәйітті де тастай салады деп айтып жатады. Ол рас. Қазір енді мен Ганга өзеніне шомылып көрем. Жаңа жоғарыдан кадрларды көрдіңіздер ғой. Қап-қара болып. Ал, бисмилля. Су өте жылы екен, мына ыстықта кәдімгідей денеңді сергітіп, бір жақсы бір сергіп қалады екенсің. Болды, енді Ганга өзеніне түстім деп айтам ғой. Елге барған соң. Міне маңдайыңызға жағып қойыпсыз. Бұл не? Маңдайыңызға жағып қойыпсыз. Кетіп қапты. Оның аты тилік болады. Индияда әртүрлі адамдар, олар енді әртүрлі тилік қояды. Кейбіреулер Шива деген тәңірге сенетіндер, олар осындай 3 линия қояды. Мен өзім Вайшнав деген традициядамын. Ол деген жаңағы мынау деген тәңірдің аяғы, мынау как след. Ал мынау деген Туласи деген олардың киелі ағаштары бар. Ағаштары, сол ағаштың жапырағын тәңірдің аяқтарына қоямыз. Сол қынау ол да киелі өзеннен алынған. Құнды қасиетті белгі деп саналады. Бұл Камал деген жігіт өмір бойы ет жемеген екен. Шөп шалаңмен ғана азық қылады. Міне қараңыздар, қалай міне ет жемейтін адамдардың бәрі арық бола ма деп едім.
Руслан аға сияқты, бірақ ондай емес екен. Үндістанда жүргеніме біраз жыл болды, 8-9 жылдай болып қалды. Оның 8 жылын мен білім алдым. 6 жыл өнер академиясында би өнерін меңгердім, үнді классика биін. Сосын 2 жыл магистратура ағылшын тілін меңгерген болатым. Қазір сол 2 саланы алып жүрмін, өнер саласы, яғни биші ретінде, және екінші ағылшын тілінің аудармашысы болып. Бэкграунд бишілер болып жұмыс жасаймыз. Бэкграунд деген актерлармен билеу артында. Болливудта, Толливудта, Колливудта биші болып жұмыс жасаймыз. Мен қабылдаған жоқпын әрине, өйткені менің дінім ислам. Мен қайдан келгенімді, қазақ екенімді, мұсылман екенімді ешқашан ұмытқан емеспін. Енді ол менің біріншіден енді әке-шешемнің берген тәрбиесі. Аяқ киімді шешіп кіру керек екен. Қараңыздаршы, үйдің іші тап-таза. Міне төсегі бар мына жақта. Мына жақта орындықтан жасалған стөлі бар. Мына жақта үнділер өмір сүреді екен. Вентиляторлар да бар екен. Айтпақшы, иә, міне. Мынаншы кәдімгідей үй ғой. Сыртынан қарасаң бір лашық сияқты, бір андай жағдайы жоқ енді. Білесіздер, Үндістанда адам өте көп, жағдайы өте төмендер де бар, өте жоғарылар да бар. Енді бұл кісілердің жағдайы жоқ үй алуға, үйде тұруға. Сондықтан далаға осылай шатыр тігеді, сол шатырдың ішінде өмір сүреді. 4 балалары бар. Керемет, мәссаған. 4 балалары мынау кішісі. Қазір міне тамақ әзірлеп жатыр, сыртта осылай отқа тамақ әзірлейді. Міне мынау ең кішкентай баласы осы. Жағдайы жоқ болса да үйлерін таза ұстайды екен. Менің соған көңілім толып тұр. 400 रुपए मतलब एक दिन 400 रुपए. जी 400 रुपए бір күніне алады екен. Ол егерде теңгеге ауыстыратын болсақ, 2100-2200 теңгедей болады. Қандай жұмыс істейді екен? Жолдарды тазартады екен. Аяқтары бар, қолдары бар, соны біліп тұр ғой, соны қолданып, және де жанұя өсіріп жатыр. Жақсы. Осындай отбасылар Үндістанда көп па? Осындай отбасылар көп, бірақ та жұмыс істемейтін, балалары жолда жүріп ақша сұрайтын балаларда, отбасыларда бар енді. Осындай үйлерге жақындайтын болсаңыз, олар сізден ақша, маған 10 рупий беріңіз, 50 рупий беріңіз деп сұрай береді. Бірақ та мынау адамдар бізге сәлемдесіп, үйлерін көрсетіп, өте жақсы адамдар екен. Көшедегі туылғандар білім алмайды да, енді олар біз солай өмір сүреміз, біз солай туылдық, біз сондай кастадамыз. Мы не имеем права оқуға, басқа жұмыс істеуге, армандауға, мысалы, басқа бір бизнес құруға, ондай понятие жоқ та оларда. Біз сол кастада туылдық, солай өмір сүреміз, солай өлеміз деген немен ғой, понятиямен. Студенттер бәріміз бір кафеге кіріп, шай ішіп, жиі сол кафеден тамақ ішетінбіз. Сол жерде бір официант бала жұмыс жасады, бірақ ол енді кастасы төмен каста екен. Біз бір күні енді кел бізбен отыр, шай іш деп, тамақ іш деп айттық. Сөйтіп едім, о бала, как я посмею с вами сидеть на одном уровне, дейді да. Мен не могу, дейді, мен кастам не позволяет сіздермен бір неде отыруға, дейді, деңгейде. Жоқ, отыр деп балалар қоймады, бірақ ол бәрібір отырған жоқ. Неге бұл жақта кастовый система әлі бар? Өйткені бұлардың кастовый системалары дінмен байланысты да. Міне достар, біз Тапан Мишрадас ағамыздың үйіндеміз. Ол кісі үндіс. Осы жерде жергілікті қазақтармен жақсы араласады екен, бізді қонаққа шақырып жатыр. Және бұл кісі негізі кәсіпкер. Мына үйдің барлығы өзінікі. Бұл жерде тұрып жатқанына 16 жылдан астам уақыт болған, 2 баласы бар екен. Үнділердің өзі үнді фильмін көрмейді екен. Өйткені ол уақытты кетіреді және пайдасыз дүние деп айтып жатыр да, сөйтіп теледидарды алып тастаған. Қарасаңыздар, бұл жерде ет жоқ. Етті мына жақтан іздеп таба алмайсың. Ет жейтін адамдарға бір түрлі қарайды. Ет жейтінді айтсаң, мына жаққа қазір
осына құрметтейтін сиырларды біз соғым қылып соямыз деп бұл кісілерге айтсам, бізді үйден қуып жіберуі мүмкін. Жолаушыларым, білесіздер, жалғыз жолаушының тұрақты демеушісі табылды. Ол отандық Чоко компаниясы, дәлірек айтсам, Рамиль Мухаряпов мырза. Сол кісінің тікелей қолдауымен Ауғанстандағы, Дубайдағы қазақтардың өмірін көрсеттік. Енді міне Үндістандағы қазақтарымызды түгендеп жүрміз. Өткен шығарылымдағы пікірлерді қарасам, Рамиль Мухаряпов Мәскеу адамы, Чоко ресейлік компания деген пікірлер жазылып жатыр. Бірақ бұл жалған ақпарат. Рамиль Мухаряповтың өзі де, ата-әжесі де Қазақстанда дүниеге келген. Чоко 13 жылдан бері мыңдаған адамды жұмыспен қамтып жатқан өзіміздің отандық компания. 2 жыл бұрын тілге қатысты қателескені рас. Сол кезде қалың қазақтан кешірім сұрады. Өткенде желіде тағы бір мәрте кешірім сұраған бейнесі тарады. Өз қатесін түсініп, осы уақытқа дейін жуып шаюда. Теперь, да, когда я совсем по-другому на проблему смотришь, да, я хотел бы еще раз попросить у всех извинения. Да. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып, мен секілді шығармашыл адамдарды қолдап жүр. Өздеріңіз білесіздер, бұрында осы сапарларға қаржыны тірнектеп жинайтын едім, ал енді қазір демеушінің арқасында келесі мемлекеттерге баруға мүмкіндік бар. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып ерін тапқан соң деген сөз бар ғой. Осы ретте өз атымнан ниетін ісімен дәлелдеп жатқаны үшін Рамиль Мухаряпов мырзаға алғыс айтқым келеді. Әлі алда ақш, Еуропа, Оңтүстік Корея, Африка қазақтарын көрсетеміз. Ол сапарларға да Рамиль Мухаряпов мырза қолдау көрсетуге ниетті. Біздің жанұямызда шетелге тұрмысқа шыққан адам жоқ әлі. Мен бірінші болып отырмын. Бірақ та олар енді мені біледі. Мен кез келген адамды ата-аналарыма таныстыра бермеймін. Бұл менің бірінші шынайы қарым-қатынасым болғандықтан мен ата-аналарыма айттым. Оларға енді біраз уақыт керек болды. Оларда мен Адитті білемін 1,5 жыл, бірақ та олар білмейді қандай адам екенін, біраз қорықты. Үндістер олар шетелдегі қыздарды жақсы көреді, мүмкін ол жай ғана ойнап жатыр деген ойлары болды. Сәлем салам екен? Енді оларда сәлем салу деген сәлем беру нәрселері, дәстүрлері өте бай деп ойлаймын. Егерде ол үлкен кісі болса, жанұядағы үлкен кісі болса, біз олардың жаңағы аяқтарын тиіп, және олар саған былай қолын басқа қойып бата береді. Негізі әр күн сайын таңертең ата-аналардың былай аяқтарын тиісуің керек. Одан кейін енді біз намасте деп, намасте негізі санскриттен, намасте мен сізге сәлем беремін. Қолдау көрсетіп жатырмын, әртүрлі сондай мағыналары бар. Тойындамыз. Осылай көңілді қатылады екен, мен бұл жақта салют қатылып жатыр. Тамақтары осылай фуршет сияқты болады. Бауырсақтар, мінеки, сусындар, тәттілер. Бір қызығы бұларда тойды екі жақтың ата-аналары көтеріп, келген қонақтар тек сыйлық әкеледі, ақша бермейді. Өте осылай шулы өтеді. Міне бұл күйеу жігіт осылай әдемі сәндем алған. Very good, very good. Ақшаларды қойған 100 рупиден. Мәссаған. Байқасаңыздар достар, бұл жақта біздегі сияқты тойда тілек, тост айтпайды, тек би билейді, ән шырқайды, барабан ойнайды, болды. Ол мені қызықтырмайды үндістерменен. Өйткені бұл кісілердің үнді халқы жақсы халық негізі, бірақ менталитеттері басқа, көзқарастары басқа, біздің көзқарасымыз бөлек. Сол үшін менде ешқашанда үндістермен осы жерде
тұрмыс құрып осы жерде қалу деген ешқашанда ой болған емес. Пенсия жетіп жатыр, и еще балаларым көмектеседі. Материальный проблема жоқ. Енді Құдай берем десе береді ғой. Әркімнің өзін кімде жағдай болады, кімде жағдай болмайды. Енді жағдай болып тұр бұл жаққа келуге. Бәлігіне де жетіп жатыр. Еще и путешествую по Индии. Қасиетті жерлер көп. Біз қазір әлемнің 7 кереметінің бірі Тадж-Махалдамыз. Тадж-Махал өздеріңіз көріп тұрсыздар, ақ мрамордан салынған керемет мүсін. Әмір Темірдің ұрпағы Бабур ханның немересі Шах-Джахан деген кісі салған. Әйеліне арнап Мумтаз Махал деген махаббаттың символы Тадж-Махал. Мұсылмандар салған, біздің ата тегіміз деп айтсақ та болады, өйткені бұлар Әмір Темірдің ұрпақтары. Үндістанның мұсылмандары көбіне жабық, сосын мұсылмандар сүннеттен басқа шия. Шиялар сүннет мұсылмандарға қарағанда шиялар өте көп. Бұлар ескі Делиде көп тұрады. Сол ескі Делиде райондарында мұсылмандардың тұратын жері кішкене ластау. Лас жерде өздері де сәл ластау, бірақ дінді жақсы ұстанады. Өйткені олар әйел адамдар бәрі хиджабта. Сосын Құранды арабша біледі және Құранды жақсы біледі. Қазақтардың басқа дінге кетуі ұлттық тұрғыда әрине маған қалай деп айтамын, оған аса қуанбаймын мен. Оған қуанбаймын, бірақ дегенмен еркі бар, таңдау құқығы бар. Сондықтан қандай дінге кірсе де адам алдымен адамшылығын жоймау керек. Сонда ғана біз дамыған, мәдениетті, өркениетті, парасатты қоғам құра аламыз деп ойлаймын. Міне, Үндістандағы қазақтарымыз осылай өмір сүреді. Олардың түсінігі де, мәдениеті де әр алуан. Асыра сынамаңыздар. Бұл жалғыз жолаушы YouTube арнасы. Сіздерге шығарылым ұнады деген ойдамын. Бар қазақтың басын бір YouTube арнаға біріктірейік. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.